Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 3. Қазақстанда жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтіндерді суреттермен байланыстырып оқыңдар, стилін анықтаңдар. Кең даланың киесі. Ақбөкен бабаларымыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен сақтап, ұрпағына аманат етіп қалдырған дархан даласының киесі ғана емес, сақтаушысы әрі түлетушісі. Халықаралық табиғат қорғау ұйымдары киіктің жоғалып кету қаупі жөнінде бірінші болып дабыл қаға бастады. Халықаралық табиғат қорғау одағы 1996 жылы бұл түрді сирек кездесетін және құрып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер тізіміне енгізсе, 2001 жылы Ресей мен Қазақстан киіктердің мүйізін импорттауға тыйым салуды ұсынды. 2004 жылы жердегі биоалуантүрлілікті сақтап қалу мәселелерінің ішіндегі ең маңыздысы осы киік мәселесі деп жарияланды Егемен Қазақстан газетінен. Алтайдың дәрілік шөптері. Алтайдың флорасы өте бай. Тау жартастары мен орманда мүк, қына, саңырауқұлақ сияқты өсімдіктердің 2000-нан астам түрі өседі. Шөптесін өсімдіктерден Алтай желайдары, Сібір ұшырмауығы, тәтті жапырақты таспа, Алтай қоңыраты жиі кездеседі. Қазақстанның қызыл кітабына енген қар дәуаяғы, Алтай рауғашы, Алтай және Сібір қандығы, ала күлтелі қызғалдақ, ірі гүлді шолпан кебістер, Алтай суық шөбі, таңдамалы плаун, Алтай торсылдағы, дала шұғылығы, қызғылт семізот, марал түбірі, Алтай қасқыр жидегі. Осылардың бәрі тек Қатон-Қарағай өңірінде өсетін ең байлық. Бұталардың 50-ден астам түрі, оның ішінде таңқурай, қарақат, итмұрын, тобылғы, талбұта тағы басқа кездеседі. Ұлттық саябақ маманы Раушан Қырықбаеваның айтуынша, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңға сәйкес Қатон-Қарағай ұлттық табиғи саябағы аумағында дәрілік шөптерді өндірістік мақсатта даярлауға рұқсат жоқ. Аталған заңнама арқылы табиғи саябақ аумағындағы қызыл кітапқа енген 35-тен астам дәрілік шөпті сақтауға жағдай жасалып отырғанын да ұмытпаған жөн. Думан Анаш. Енді сұрақтарға жауап берейік. Неге Ақбөкенді кең даланың киесі дейміз? Қандай сөздер мәтіндердің көркемдік мәнін арттырып тұр? Себебі ақбөкендер кең даланың сақтаушысы әрі түлетушісі. Бірінші мәтінде ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен деген сияқты тіркестер мәтіннің көркемдік мәнін асырып тұр. Ал екінші мәтінде дәрілік шөп атаулары мәтіннің көркемдік мәнін арттырып тұр. Мәтіндердің стилі – публицистикалық стиль. Баяндауыш. Баяндауыш сөйлемдегі бастауыштың іс-әрекетін, қимылын, жай-күйін, оқиғаның қай шақта болғанын білдіреді. Баяндауыш сөйлемді аяқтап, ойды тиянақтап тұрады. Кейде баяндауыштың орны өзгеріп қолданылуы мүмкін. Мысалы, тыңда дала жамбылды. Құрылысына қарай мысалдар. Дара, ауыл дос келіннің дөңінде көкорай шалғын бәйшешекке қонды. Мұнда баяндауыш дара. Күрделі. Көкбай еріксіз тыйылып қалды. Енді базаралы сөйлей жөнелді. Мұхтар Әуезов. Мұнда күрделі баяндауыштар қою харіппен жазылған. Бірыңғай. Ауа тұп-тұнық, тап-таза, жібектей жұмсақ. Мұнда тұп-тұнық, тап-таза, жібектей жұмсақ баяндауыш болып, бірыңғай баяндауыш болады. Үйірлі. Ұсақ үшін қырқысып, сіресіп қалу, түкке тұрмайтындық. Ғабит Мүсірепов. Түкке тұрмайтындық. Яғни бұл үйірлі баяндауыш. Баяндауыш болатын сөз таптары, етістіктер. Бұл үй қора жайды қалаша салмаған. Яғни етістіктен болған баяндауыш. Сын есімдер. Мағыштың бойсұнбаты биік сұңғақ. Биік сұңғақ сын есімнен болған баяндауыш. Зат есімдер. Жақыпбай осы қаладағы айлалы саудагер. Саудагер зат есім баяндауыш болып тұр. Баяндауыш болатын сөз таптары, мысалдар. Сан есімдер. Күндіз екеу, түнде төртеу, жирен-шешесен. Екеу, төртеу. Есімдіктер. Мен ағайынды екеумін, біреуі өзім, екіншісі халқым. Мұндағы өзім баяндаушы есімдіктен болып тұр. Еліктеу сөзбен көмекші етістік. Қорыққан ит қаңқ ете қалды. Қаңқ ете қалды, яғни еліктеу сөзден болған көмекші етістікпен тіркескен еліктеу сөзден болған баяндауыш. Екінші тапсырма. Оқылым мәтіннен баяндауыштарды анықтап жасалу жолы мен құрылысына қарай талдаңдар. Халықаралық табиғи қорғау ұйымдары киіктің жоғалып кету қаупі жөнінде бірінші болып дабыл қаға бастады. Мұндағы баяндауыш дабыл қаға бастады. Күрделі баяндауыш етістіктен жасалған. Алтайдың флорасы өте бай. Мұнда өте бай, үйірлі баяндауыш сын есімнен жасалған.
Артық болмас білгенің. Ерекше қасиеттері үшін қазақ киікті дәріптеп киелі жануар, қасиетті аң деп бағалайды. Ыңғайлы әдемі заттарды киіктің асығындай екен деп, сұлу жанды киіктің құралайындай әсем екен деп суреттейді. Құралайдың салқыны табиғаттың киік лағын ширатып тіршілік етуге қадам бастырып тәрбиелейтін қатал да ізгі мінезі. Көпке араласпай жеке жүретін, саяқ өмір сүретін жандарды кісі киік деп те атайды. Үшінші тапсырма. Баяндауыш болатын сөз таптарының барлығына Қазақстанда жойылып бара жатқан аң-құстар туралы мысалдар жазыңдар. Киік қызыл кітапқа енген жануар. Мұндағы жануар баяндауыш зат есім. Тау жартастарында қына саңырауқұлақтар өседі етістік. Қызғалдақ гүлі өте әдемі сын есім. Таңқурай, қарақат, итмұрын секілді бұталардың түрінің саны 50. Мұнда сан есім. Табиғи саябақтағы бұталар желге тербеліп сыбдыр-сыбдыр етеді, еліктеу сөз. Қызғалдақ даланың әсем гүлі, сенсің. Мұнда есімдік. Төртінші жағдаяттық тапсырма. Жұптасып тапсырманы орындаңдар. Мен адамзатқа сыйлықпын тақырыбында жануарлар мен өсімдіктердің бірінің атынан рөлге еніп сөйле. Неліктен адамзатқа сыйлық екендігіңді түсіндір. Жұбыңның қойған сұрақтарына жауап бер. Ол сенің қандай аң-құс не өсімдік екеніңді табуы тиіс. Мен әсем гүлмін, адамзатқа керемет сыйлықпын. Мені мерекелерде әйел қыздарға сыйлап жатады. Мен көрген көзге қуаныш сыйлаймын. Сені сыйлық үшін жұлғанда ренжімейсің бе? Жоқ, себебі мені сыйлыққа алған жан қуанады. Біреуге қуаныш сыйлау үлкен бақыт, тағы басқа. Гүлдің жауабы қызғалдақ. Бесінші тапсырма. Мәтінді оқып тапсырмаларды орындаңдар. Патшаның даналығы. Бір дана патша өмір сүріпті. Бір күні оған ұлы әке сені елдің бәрі дана, көреген, ақылды деп сыйлайды. Сен осы даналықты қайдан оқып білдің? Қандай кітаптар оқыдың? Сені қандай мұғалімдер оқытты деп сұрақ қояды. Сонда әкесі: ұлым, мен ел оқыған, сен де оқып жүрген кітаптарды оқыдым. Менің де ұстаздарым сен білім алып жүрген ұстаздар болды. Бірақ ел айтып жүрген парасаттылық, ақылдылықты тек олардан ғана емес, өмірден, табиғаттан да алдым, дейді әкесі. Құмырсқаларды байқап жүріп, олардың еңбекқорлығына, шыдамдылығына, қайтсе де алға қойған мақсатына жетудегі талпыныстарына қызықтым. Бүркітке қарап байқағыштыққа, тез шешім қабылдай алушылыққа үйрендім. Барыстан ептілік пен шыдамдылықты, бөдене құстан сүйіспеншілік пен жанашырлық көрсетуді білдім. Расында да даналық өмірден көргеніңнен үйрену. Нағыз даналық пен ақылдылық әр кезде біздің қасымызда жүреді. Тек адамның көзі, құлағы, жүрегінің есігі оған ашық болуы керек. Ел аузынан. Енді тапсырманы орындайық. Мәтіндегі үш тірек сөз табыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. Мәтінге басқа тақырып қойыңдар. Тірек сөздер: табиғат, даналық, үйрену. Мәтіндегі негізгі ой: даналық өмірден көргеніңнен үйрену. Мәтінге тақырып: өмір үйретеді. Екінші деңгей. Мәтін мазмұнын нақтылайтын қорытынды таңдаңдар. Мәтіннің үш сөйлемінен тұрлау мүшелерді табыңдар. Автордың пікірін білдіретін ақпаратты таңдаңдар. Қорытынды: расында да даналық өмірден көргеніңнен үйрену. Үш сөйлем. Бір дана патша өмір сүріпті. Мұндағы өмір сүріпті баяндауыш бір бастауыш. Патша бастауыш. Менің де ұстаздарым сен білім алып жүрген ұстаздар болды. Болды баяндауыш, ұстаздар бастауыш. Үшінші. Автордың пікірін білдіретін ақпарат. Бірақ ел айтып жүрген парасаттылық, ақылдылықты тек олардан ғана емес, өмірден, табиғаттан да алдым, дейді әкесі. Үшінші деңгей. Мәтіндегі ақпаратты жағымды, жағымсыз бағалайтын төрт сөз таңдаңдар. Мәтіндегі себеп-салдарлық байланысты анықтаңдар. Мәтіндегі маңызды төрт сөйлемді анықтаңдар. Тақырыпқа қатысты қосымша ақпаратты анықтаңдар. Мәтіндегі жағымды, жағымсыз бағалайтын сөздер: бұлар дана, патша, дана, көреген, ақылды, парасаттылық. Мәтіндегі себеп-салдарлық байланыс: дана болуына себеп өмірден үйренгендігі. Төрт сөйлем. Бір дана патша өмір сүріпті, баласының сұрағы, әкесінің жауабы, қорытынды сөйлем. Осылар маңызды сөйлемдерге жатады. Мысалы, тақырыпқа қатысты қосымша ақпарат. Құмырсқаларды байқап жүріп, олардың еңбекқорлығына, шыдамдылығына, қайтсе де алға қойған мақсаттарына жетудегі талпыныстарына қызықтым. Алтыншы тапсырма. Бүгінгі тақырыптан алған білімдеріңді қорытындылап, адам мен табиғат немесе табиғатты аялайық тақырыбында аргументативті эссе жазыңдар. Баяндауыштардың қай сөз табынан жасалғанын анықтаңдар. Табиғатты аялайық. Табиғат ол бізді қоршап тұрған орта. Оның әрбір әсері, әрекеті адам өмірінде маңызды рөл ойнайды. Табиғаттағы кез келген өзгерістер адамды қуанышқа бөлейді. Мысалға, жыл мезгілдері бізге ғажайып бір әлемдерді сыйға тартады. Сондықтан табиғат барлық тірі ағзалардың негізгі тіршілік көзі.
Табиғат адамға сөзбен жеткізе алмайтын ғажайып сезімдерді сыйлайды. Табиғат пен адам тығыз байланыста өмір сүреді. Өйткені біз әрбір жеген ішкен тағамымызды, жинаған күш-қуатымызды табиғаттан аламыз. Сондықтан келешегімізді ойласақ, табиғатты аялауымыз керек. Әрбіріміз табиғатты сақтауға, қорғауға өз үлесімізді қосайық. Мұндағы баяндауыштар қою харіппен жазылған. Енді баяндауыштар қай сөз табынан жасалғанын анықтайық. Орта зат есім, рөл ойнайды етістік, қуанышқа бөлейді етістік, сыйға тартады етістік, тіршілік көзі зат есім, тағы басқа.